жеталыш адамбыз. Соның ішінде қазақтың еңсесін көтерген, тірілткен, қазақ маңдайынан өткен үлкен азаматтар болған. Оны бергі хандық заманнан бастаса Кереймен Жәнібек болса, одан бері қарай Абылай хан болса, одан бері қарай Есім хан, кеше Кенесары хандар болатын болса, міне сол хандардың жалғасы бүгін біздің заманымызда Нұрсұлтан Назарбаев болып келе жатқан жағдай. Елбасымыздың атына Астананың атын берген өте дұрыс деп есептеймін. Себебі ол кісінің еңбегі ұшан теңіз. Ал енді қазақ халқын бүткіл дүние жүзіне әйгілі етуінің өзі неге тұрады? Жаңа су жаңа Астана салып, оған қаржы табудың өзі де үлкен еңбекпен келді ғой. Барлық салада мысалы Қазақстанды ең алды мемлекеттердің алдына шығару әрекет жасады. Қалай ескермейміз, оны ескеруіміз керек. Ал мынау Астананың атын берген өте дұрыс деп есептеймін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі зор. Бүгінгі таңда еліміздің барлық жастары, барлық аналары біздің Қазақстанның қаласы Нұрсұлтан болып өзгеруіне өздерінің үлестерін қосып, қолдауларын білдіріп жатыр. Сол сияқты біздің Қазығұрт ауданының әжелері де, аналары да қаламыздың елбасының атында аталуына бір ауыздан қолдау жасайды. Тұңғыш елбасымыз Нұр ағамыздың қажырлы еңбегінің арқасында арқа төсінде алып Астана тұрғыздық. Қазақтың даналығында ұлым дейтін ұлт болмаса, ұлтым дейтін ұл қайдан тусын деген нақыл сөз бар. Ендеше елі ерінің еңбегін бағалап, қыруар тірліктеріне құрметпен қарап, есімін елордаға беру өте құптарлық іс деп санаймын. Жаңа атауды иемденген жаңа елордамыз жаңа бастамаларға жол бастағай. Біз Қазығұрт ауданының жастары елбасымен біргеміз. Біз Қазығұрт ауданының жастары елордамыздың Нұрсұлтан болып аталуын қолдаймыз. Астана қаласының атауы Нұрсұлтан болып өзгеруі бұл жаңа ұғым, жаңа тарих, тәуелсіздіктің тарихы. Нұрсұлтан қаласы мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екеуі егіз ұғым. Біз жастар қашанда осы Нұрсұлтан қаласының өсіп өркендеуіне, гүлденуіне өз үлесімізді қосамыз. Нұрсұлтанның гүлденуі, Қазақстанның гүлденуі. Біз Қазығұрттың спортшыларының атынан біз Астананың Нұрсұлтан атауының өзгерген біз қолдаймыз жастар атынан.